Алғашқы уахи. Бұл кезде Меккедегі бай мен кедейдің арасы әбден ажырап біткен еді. Зираттың есебінен әбден байған Құрайыштың байлары мастанып бітті. Жетім жесірді жебеуді ұмытқалы қай заман. Ал Қағбаның іші пұттарға толып кетті. Қолдан жасалған құдайлар қаптаған сайын руаралық алауыздық асқына берді. Ақсақал абыздарда абырой қалмады. Бай манаптарға ғана жалпылдап, жағымпазданатын мал кеуде надандар қаптады. Сахарада жаяу жалпы ел аралау өте қауіпті. Жол торған ұры-қары сұрауы жоқ мүсәпірді өлтіре салатын. Ел ішінде жын-перімен тілдесетін сиқыршылар көбейді. Оларды кахин деп атайтын. Олардың тағы бір белгісі аяқ астынан ақын болып кететін. Ондай ақындар сөз сатумен айналысатын. Қай бай ақысыз тойдырса, соның құдайы мен ата-бабасын сағаттар бойына мақтап жыр оқитын. Мұхамбет оларды жек көретін. Ол осындай кезде елден жырақтап, Хира тауындағы үңгірге барып, ораза ұстап, ойланып толғанып отырады. Түндерді тағатпен өткізіп, елінің надандықтың балшығынан тезірек шығуын Құдайдан тілейтін. Бұл кезде оның жасы қамал алатын 40-қа келген еді. Бір күні ол үңгірде отырғанда көзі ілініп кетті. Сол кезде оны біреу, «Әй, Мұхамбет, тұр!» деп оятты. Қараса бейтаныс біреу төніп тұр. Ол үңгірден сыртқа қарай жүрді. Мұхамбет ізіне ілесті. Кенет күтпеген оқиға болды. Әлгі адам қолдарын қағып жіберіп еді, қанат пайда болып, көкке көтерілді. Жайған қанаттың екі ұшы Сафа мен Маруа тауын жалғап тұрды. Оның бір қауырсыны жерге түссе, бүкіл Меккені жауып қалатындай үлкен екен. Көкте күн тұтылды. Мұхамбет шошып кетіп, «Әй, жынсың ба, персің бе?» деп айғай салды. Сол кезде ол, «Мен Жебірейіл періштемін. Сөзімді тыңда. Ұлық Алла сені адамдар мен жындарға пайғамбар етті. Мен Алланың уахиіне келдім», деді де жұмақтың жібегіне жазылған бір хатты шығарып Мұхамбетке берді. Пайғамбар әріп танымайтын, жазу сызу білмейтін, абдырап тұрып қалды. Сол кезде Жебірейіл, «Оқы», деді. «Мен оқи алмаймын, хат танымаймын», деп жауап қатты Мұхамбет. Жебірейіл Мұхамбетті қапсыра құшақтап алды да, «Оқы», деп қатқылдау бұйырды. Дем жетпей тұншығып бара жатқан Мұхамбет, «Мен оқи алмаймын», деді. Үшінші ретте Жебірейіл бұрынғыдан да қаттырақ қысқаны сонша, Мұхамбеттің қабырғалары сынып, демі үзілуге шақ қалды. «Оқы деймін саған», деді. Мұхамбет жібектен ешқандай жазу көрмеді. «Мен оқи алмаймын», деді тұншығып. Сол кезде Жебірейіл оның көңіл көзін жауып тұрған пердені жыртып жіберді. Мұхамбеттің жүрек көзі ашылды. Меккедегі бүкіл таутастың, әрбір шөптің, ұшқан құстың рухтар әлемінде өзгеше өрнекпен ғажайып үйлесімді тіршілік кешіп жатқанын анық көрді. Керісінше, Меккедегі халықтың ит тіршілігі мән мағынадан жұрдай болған құрт құмырсқаның илеуінде елестеп кетті. Сол кезде Жебірейіл, «Сені ұйыған қаннан жаратып, тамшыдан өсіріп тәрбиелеген Алланың атымен оқы», деп бұйырды. Әрғарай Мұхамбеттің өзі еркінен тыс әдемі ұйқаспен өрілген өнегелі сөздерді тасқын судай төгіп жіберді. Бұл келген бірінші уахи еді. Әлемге Құран түсті. Кейін бұл аяттар Құранда Иқра деген сүренің атымен сақталып қалды. Құранның алғашқы аяттары оқылып болған соң, Жебірейіл көзден ғайып болды. Оқиғаның күтпеген жерден болғаны сонша, пайғамбар өңі мен түсін айыра алмай қалды. «Мені жын қағып кетті. Перілер менен кәхин жасағысы келеді», деп үрей ұшты. Үйіне жеткенше асықты. Келді де Хадишаға, «Тоңып барамын, үстіме тонымды жап», деп төсекке құлай кетті. Хадиша айтқанын екі етпеді. Ерінің сұсы қашқан түрін көріп, «Мұхамбет, саған не болды? Кімнен қорықтың?» деді. «Мені жын-пері қолап жүрген сияқты. Менен кәхин жасағысы келеді. Менің кәхиндерді қалай жек көретінімді жақсы білесің ғой. Тауда мені ұстап алып еріксіз маған өлең оқытты. Бірақ өзін Жебірейіл періштемін деп айтты», деді. Хадиша саспады. «Әй, Мұхамбет, ол не де болса Жебірейілдің өзі. Себебі сен әділетті адамсың, ағайын туысқа мейірімдісің, жақындардың арасын жалғауға ынтықсың, кедей-кепшікке қайырымдысың, мұқтажға жәрдемге асығып тұрасың. Сенің жомарттығың садақа беруден тыйылған емес. Елдің жүрегінен жоғалған барлық ізгі қасиетті қайта тірілткің келеді. Сондықтан Ұлық Алла сендей адал қолын жын-перінің талауына тастап әділетсіз іс қылмас. Мен білсем, сен жын соққан кахин емессің. Сен уахи алған хақ пайғамбарсың», деп ерінің жігерін жанып, сенімін нығайтты. Мұхамбет істің байыбына бармай,
кесіп ештеңе айтпайды. Бұл жолда ләм-мим демей, сабыр сақтап, әліптің артын бақты. Көп кешікпей уахи екінші мәрте келді. Мұхаммедтің періштелермен бетпе-бет келуі жиіледі. Сондай бір күні Хадиша көңілдегі күмәннан толық айығу үшін мынадай амал ойлап тапты. Ол: Мұхаммед, егер тағы да Жебірейіл келсе, маған дереу білдір. Мен орамалымды шешіп шашымды шығарамын. Жын болса шашқа жабысады, періште болса ұялып қашуы керек, деді. Бір күні періште уахи алып тағы келді. Оны көргенде Мұхаммед сақтық қылып бүркене түсті. Ол пайғамбарға тақап келіп: «Ей оранған пенде, орнынан тұр да міндетіңе кіріс», деді. Сол сәтте Хадиша күйеуінің қобалжулы түрінен уахи келгенін ұқты. Ол орамалын шешті де шашын жая бастады. Періште сол замат ғайып болды. Хадиша күйеуіне: «Әлі тұрма?» деп сұрады. «Жоқ, кетіп қалды». «Ендеше сүйінші, сен Алланың назары түскен пайғамбарысың. Енді күмәнді жой», деді де: «Ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мұхаммадан ғабдуху ва расулу» деп кәлима шахадат айтып, Хадиша ең бірінші мұсылман болды. Осыдан соң Хадиша Мұхаммедті ертіп, немере ағасы Орақаның үйіне барды. Оған болған жайдың бәрін бастан аяқ баяндады. Орақа пұт-парасқа табынбаған, христиан дінін берік ұстаған тақуа кісі. Ол Ғайсаның бүкіл өсиеттерін жатқа соғатын. Ол Мұхаммедтің басынан өткен оқиғаның бәрін мұқият тыңдап болған соң: «Мен білсем, сен хақ пайғамбарсың. Пайғамбарлығың құтты болсын. Оның дәрежесі қандай ұлық болса, ендігі арқалайтын жүгі де сондай ауыр болмақ. Хадиша, сен тұңғыш мұсылмансың. Құтты болсын бақытың. Бұл бақытты енді қолдан берме. Мұның жолында мал түгел жаның пида болса да, белді бекем буын керек. Себебі оның діні төрткүл дүниеге түгел тарайды», деді. Пайғамбардың сенімі күшейіп, күмәні сейілді.